Ал дүниеде құдалық кезінде 7 атаны толық сақтайтын бір ғана ұлт бар. Ол біздің қазақ. Бұл керемет нәрсе. Ұлтымыздың бойындағы ең асыл қасиет. Ұрпағың азбау үшін, қаның бұзылмау үшін 7 атаға дейін қыз алыспау өте қажет. Мұны қазір ғылым да мойындайды. Генетика ғылымы былай есептейді. Әке жағынан келгенде сенің қаның балаңда 50%, жарма анасының қаны, немереңде 25%, шөбереңде 12-де 5%, шөпшегіңде 6-да 25%, шөбелегіңде 3-де 12%, туа жатыңда 1-де 55%, жырақ атыңда 0,75%. Ал 8-ші жамағайының да 0,35% болып қан туыстығы бітеді. Қазақтың тек 8-ші атада үйленуге рұқсат беретіні содан. Ал мына Қажыбек пен Айтбала нешінші ата болып тұр, деді Қасым тағатсызданып. Оны біз